Қайырлы күн достар, сіздер Агро каналындасыздар. Бүгінгі видеомыз бізде жылқы бордақылау туралы болмақ. Соғымға жылқы байлаудан өз кеңестеріммен сіздермен бөлісетін боламын. Видео басталмас бұрын достар, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, каналымыздың дамуын қолдап отырайық. Сіздермен Агро каналы. Ал біз видеомызды бастаймыз. Алдарыңызда тұрған бұл бізде 3-тен 4-ке шыққан жылқы. Құнаннан дөнен шығар. Көктемде бұйырса дөнен шығады. Міне осы жылқымызды қазіргі таңда соғымға байлап отырмыз. Еркек жылқы. Байынан мінгі жуас. Былтыр алдыңғы жыл тай кезінде мінген болатынбыз, кішкене басып. Содан кейін бос үйірде жүрді. Енді кішкене бас көтеріп айғыр бола бастағандықтан биыл соғымға байлайық деп шештік. Осылайынан бордақы жүріп жатыр. Қазіргі таңда байлап жатқанымызға 3-7-ден асты. Бір айға жуықтап қалды. Кірген кезде кішкене еті төмендеу болған. Қазіргі таңда осылайынан бір қалыпты ет алып келе жатыр. Нәтиже жаман емес деп ойлаймын. Бұлайынан атқып мінсе де жаман емес жылқы. Дене бітімі жақсы. Сондай бізде жылқы кішкене қаны бар. Басы шақша бас келген, байқасаңыздар. Қазіргі таңда бізде жоңышқа мен бидаймен бордақыланып тұр. Қазір сіздерге барлығын рет-ретімен көрсететін боламын. Астын біз күніне бір уақыт тұрмалап қоямыз. 3 күн, 4 күнде бір жинап шығарып отырамыз. Қазір енді шөбін көрсетейін сіздерге ең алғаш. Бізде осындай қора. Бізде асау жылқыларды байлағанда мына жерден шөпті ішіне кірмей жылқыға сала береміз ақырдан. Бұл қораға да сіздерге бөлек обзор түсіретін боламын келесі видеода. Міне осындай жоңышқа шөбі бізде. Сиыр жылқыға бірдей экспорт шөбін береміз. Мына жерден жем жейді. Ақыр менсен мауадан жем бізде бидай жемі тартылған. Күніне жарты шелек жейді. Бұл уақыт. Ол бізде есептесек күніне 6 килограммнан 12 килограмм жем жейді. Жылқымыз бұйырса жақсы нәтиже береді деген ойдамыз. Осындай жылқы. Қазақи шатыстау, кішкене қанды мен. Сол себепті шегі ірі болады деген ойдамыз. Қазысы ірі болса. Кеудесі бұлай кен. Қазір енді үйірде жүргендіктен кішкене жабайыланып қалды. Бірақ бұлай жуас болған. Басында. Оның жанында қандай байтал тұр. Осымен жасты. Дөнен шығар байтал. Комментарий жаза кетіңіздер достар. Мынау буаз ба, буаз емес па, соны білмей жатырмыз. Қалай анықтасақ болады. Бұл енді жуас, қолтума. Тай кезінде сүтпен асыраған. Шешесінен бөлініп қалғандықтан қолда өскен жылқы. Енді буаз ба, буаз емес па, осыны білмей тұрмыз. Осыны анықтап сіздер анықтап берсеңіздер. Жылқы асырағыш атбегі кісілер болса, осыны буаз емесін айтсаңыздар. Біз өзіміз білмей тұрмыз, буаз емес па. Бұл жуас жылқы, қолға үйретілген. Сондықтан ұстап отырмыз үйде. Бұл енді бұны айғыр қайырмай қойды үйірге. Қосыбек. Себебі басқа үйірде жүргендіктен айғыр бөтенсіп қайырмағандықтан үйірден қуып тастады. Содан үйде ұстап отырмыз осылайынан. Бұның жай күйі осындай. Бұл да бізде жоңышқа жеп жатыр. Бұл бірақ бізде сиырдан қалған сағыр жоңышқан жейді. Мына жақта жүріп күніне бір уақыт жем жейді. Ал бізде 2 уақыт жем жейді арқылы. Суына келетін болсақ, суды жылқыға біз күндіз түні осындайына шелекпен қойып қоямыз. Өз ішкенін шешеді. Одан кейін болған айын алып қоямыз. Жем шөп, сол шөпті таңертеңгісін бір уақыт,
кешкісін бір уақыт саламыз, 2 уақыт. Жылқы малы 24 сағат шөп жегендіктен 2 уақыт салуға міндетті. Себебі шөп бітіп қалса, мұны ішінде құрттар жей бастайды. Сол себепті 2 уақыт шөп салып отырамыз міндетті түрде. 24 сағат асқазан тоқтамай жұмыс жасай береді бұлардың. Қазіргі таңда бізде осы барлық жақтарда сиыр еті қымбаттап кеткендіктен көбінесе соғымға осындай жылқы малын жеп жатыр. Бір жағынан еті де жақсы, сүрленген жылқы етін, өздеріңіз білесіздер. Бірақ қаланың адамдар көбінесе бәрібір де сиыр етіне сұраныс болып жатыр. Жылқы малын тек осы соғымға, адам өзіне бір асқа, тойға, сойғанға ана сұраныс болып жатыр көбінесе. Былайынан көбінесе қазіргі таңда сиыр малына сұраныс өте көп болып тұр. Достар, осындай видео қысқаша сіздерге ұнады деген ойдамын. Осылай бордақымыз жүріп жатыр жылқымыздың. Көп сөз бірдеңе сөз демекші. Осындай қысқаша видео болды. Есікті ашсақ, өз жемге келеді, әбден үйреніп алған. Кешкі уақытта жем сағанға жем жеп. Оған енді бір ноқта кигіз қою керек, себебі кейін ұстаған кезде ұстатпайтын болады. Сол ноқтадан ұстап, байлап жетектегенге қазір кішкене еті төмендеу кезінде ноқта кигіз қоятын боламыз. Енді шамамен жаңа жылға дейін кішкене тұрады. Жаңа жыл уақытына қарай дайын болады деген ойдамыз. Өздеріңіз жаза кетіңіздер, жай күйі қалай екен. Көбінесе қазір таңда байламай, осы полядан да сойып алып жатыр. Бірақ енді байлап жеген малдың еті тәтті болады демекші. Байлап сойып жейін дедік. Не болса да шыдап, төзіп. Осындай жылқы. Осымен видеомыз аяқталды, достар. Видео ұнаса каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, каналымыздың дамуын қолдап отырайық. Сіздермен Агро каналы. Келесі видеода кездескенше.